Саламатсыздар ма 8-ші сынып оқушылары? Квадраттық функция бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың екінші нұсқасын талдайтын боламыз. Оқушылар, егер қажет болса, каналында жалпы нұсқасы және бірінші нұсқасы бар, және алгебра пәнінен бөлек геометрия және физика пәндерінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар. Каналға өтіп, қажетті сабақтарды, нұсқаларды қарасаңдар болады. Оқушылар, бірінші тапсырмада былай делінген: берілген f от x тең минус x қосылған 4-тің квадраты қосылған 7 функциясы үшін асында парабола төбесін анықтаймыз. Б-сында параболаның симметрия өсін табу керек. С-да OX өсімен қиылысу нүктесін, Д-да OY өсімен қиылысу нүктесін, ал Е-де функция графигінің эскизін салу қажет. Оқушылар, ең алдымен квадраттық функцияның негізгі формуласын жазып аламыз. Y тең болады А көбейтілген X азайтылған M қосылған N. Енді парабола төбесін табатын болсақ, төбесін А деп белгілеп алатын болсақ, координаталары M және N болады. Мұндағы M бізде мінекей формулада минус M, мұнда плюс 4 деп тұр, демек минус 4 болады. Ал N мұндағы мінекей 7. Сонда оқушылар, А төбесінің координатасы минус 4-те 7 болады. Енді Б тапсырмасы бойынша симметрия өсін табуымыз қажет. Симметрия өсін табу деген сөз, яғни x-ті табу. X бізде m-ге тең, m мінекей минус 4-ке тең, сонда x тең болады минус 4-ке. Енді келесі с-да OX өсімен, ал Д-да OY өсімен қиылысу нүктесін табамыз. Ол үшін оқушылар f от x-ті, яғни y-ті 0-ге тең деп аламыз. Сонда мына өрнекті 0-ге тең деп шығарамыз. Минус x қосылған 4-тің квадраты қосылған 7 тең болады 0-ге деп аламыз. Мұндағы жақшаны ашамыз. Ол үшін қысқаша көбейту формуласын қолданамыз. Сонда мұндағы минусқа мән беріп жақшаны ашайық. X квадрат минус 8x минус 8x плюс 16, мұндағы минуспен минус 16 плюс 7 тең болады 0-ге. Сонда x квадрат минус 8x минус 9 тең болады 0-ге деп аламыз. Енді дискриминант табатын болсақ, d тең болады b квадрат минус 4ac тең болады. Бізде a минус 1-ге тең, b минус 8-ге тең, c минус 9-ға тең. Сонда минус 8-дің квадраты минус 4 көбейтеміз минус 1-ге, көбейтеміз минус 9-ға. 8-дің квадраты 64, мұнда минус 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 3 минус болады. 4-ке көбейтеміз 1-ді, көбейтеміз 9-ды, 36 болады. 64-тен 36-ны азайтсақ 28 болады. Енді оқушылар, x1 мен x2-ні табамыз. x1, x2 тең болады минус b плюс минус түбір астында d бөлінген 2a. b бізде минус 8-ге тең, формулада минус бар, сонда 8 болады. Плюс минус түбір астында 28. 2 көбейтілген a бізде минус 1-ге тең. Енді минус 2 болады. Мұнда 8 плюс минус 28-ді 4 көбейтілген 7 деп аламыз. Ол 4 бізде түбір астынан 2 болып шығады. 7 түбір астында қалады. Минус 2-ні жазып аламыз. Мұнда оқушылар, мұндағы минус 2-мен қысқаратындай етіп, минус 2 деген санды, яғни ортақ көбейтгіш жақшаны алдына шығаратын болсақ, сонда жақшаның ішінде минус 4 плюс минус 7 қалады. Минус 2 мен минус 2 қысқарады, сонда бізде 4 плюс минус 7 қалады. Сонда x1 бізде минус 4 плюс 7 болады. Ал x2-міз минус 4 минус түбір астында 7 болады. Сонда бізде жауабы минус 4-те плюс минус 4 плюс 7 бірінші OX өсімен қиылысу нүктесі, ал екінші OX өсімен қиылысу нүктесі минус 4 минус түбір асты 7-де 0 болады. D тапсырмасы бойынша OY өсімен қиылысу нүктесін табамыз.
Ол үшін x-ті 0-ге тең деп шығарамыз. X тең болады 0-ге. Сонда x-ның орнына 0-ді қоятын болсақ, яғни оқушылар, мұнда біз 0-ді қоюымыз қажет. Сонда минус 0 қосылған 4-тің квадраты қосылған 7, 4-тің квадраты 16 болады. Мұндағы минус пен минус 16 қосылған 7 тең болады минус 9-ға. Сонда оқушылар, x 0 болған кезде y минус 9-ға тең екен. Яғни OY өсімен қиылысу нүктесі. Енді осылардың бәрін қолданып берілген функцияның эскизін саламыз. Оқушылар, бізде төбесі минус 4-те 7. Минус 4. Мінеке төбесі мұнда орналасқан. OX өсімен қиылысу нүктесі минус 4-те плюс 7. Яғни шамамен мұнда орналастырамыз. Және мұнда минус 4-те минус 7. Шамамен мұнда мінеке. Және OY өсімен қиылысу нүктесі минус 9 еді. 3, 6, 9 мінеке мұнда орналасады. Енді оқушылар, осылардың бәрін қосамыз. Мінеке оқушылар, берілген функцияның эскизін осылай орналастырып аламыз. Келесі оқушылар, екінші тапсырмада y тең x квадрат минус 2x минус 8 функциясы берілген. Асында x орнына минус 3-ті және 5-ті қойған кезде функцияның мәнін табамыз. Ал бұда функцияның графигі n16 нүктесінен өтетіні белгілі болса, енді табыңыз. Ең алдымен оқушылар, тапсырмасында x-ның орнына минус 3-ті және 5-ті қойып есептейміз. Минус 3-ті қоямыз. Минус 3-тің квадраты минус 2 көбейтілген минус 3 минус 8 тең болады. Минус 3-тің квадраты 9, минус 2 минус 3-ті көбейтсек 6 болады. Минус 8, 9-ға 6-ны қосамыз 15, 8 азайтамыз 7 болады. Сонда минус 3-те 7 болды. X-тің орнына 5-ті қойып есептейміз. 5-тің квадраты минус 2 көбейтілген 5 минус 8 тең болады. 5-тің квадраты 25 болады. Көбейтеміз минус 10 болады. Минус 8. Сонда 25 минус 10 15 болады. Азайтамыз 8-ді 7 болады. Сонда 5-те 7 болады. Енді Б тапсырмасы бойынша n және 16 нүктесі арқылы өтетін болса, яғни белгілі болса, бізге n-ді табу керек. Яғни оқушылар, мұндағы y-тің орнына 16-ны қоямыз, ал x-тің орнына n-ді қойып есептейміз. Сонда n квадрат минус 2n минус 8 болады. Сонда бұлай алсақ болады. n квадрат минус 2n минус 8 минус 16 тең 0 деп аламыз. n квадрат минус 2n минус 8 бен минус 16 қосылады. Минус 24 тең болады 0-ге. Енді дискриминант табатын болсақ, b квадрат минус 4ac тең болады. Бізде a 1-ге тең, b минус 2-ге тең, c минус 24-ге тең. Сонда минус 2-нің квадраты минус 4 көбейтілген 1 көбейтілген минус 24. 2-нің квадраты 4-ге тең, минус 4 пен минус 24 плюс 96 болады. 4-ті қосамыз, сонда 100 болады. 100 бізде 0-ден үлкен, демек 2 түбірі болады. n1 мен n2-ні табамыз. Сонда минус b плюс минус түбір астында d бөлінген 2a. Бізде b минус 2 тең, формулада минус теңін таңба бар, 2 болады. Плюс минус түбір астында d бізде 100-ге тең. Бөлеміз 2 көбейтілген 1-ді. 2 плюс минус 10 деп аламыз, бөлеміз 2-ге. Сонда бізде 2 қосамыз 10-ды 12, бөлеміз 2 6 болады. 2-ден азайтамыз 10-ды, минус 8, бөлеміз 2, минус 4 болады. Сонда оқушылар 6-да 16 және
минус 4-те 16 болады. Енді оқушылар өздерің есептеп көрсеңдер болады. Мысалға n-нің орнына 6-ны қоятын болса 36 болады. Минус 2-ге көбейтеміз 6-ны минус 12 болады. 36-ны 12-ні азайтамыз 24 болады. Мұндағы минус 8 азайтқан кезде 16 болады. Сол сияқты минус 4-ті қоятын болса 16 болады. Мұндағы минус 2 мен минус 4 8 болады. 16-ға 8 қосамыз 24 болады. 8 азайтамыз 16 болады. Келесі оқушылар 3-ші тапсырмада жүргізуші парабола тәріздес туннель арқылы жүк машинасымен өту қажет. Мінекей мынау парабола тәріздес туннель берілген, және осыдан жүк машинасы өту қажет. Жүк машинасының биіктігі 6 метр, ал ені 4 метр. Демек, мына жақ 4, мына жақ 4 болатын болса, енін былай аламыз. Мұнда мінекей 2, мұнда минус 2 орналасқан болса, мінекей жүк машинасының ені осылай болады, 4 болады. Бізге табу керек астында туннель формасын беретін квадраттық функцияны анықтау қажет. Ал енді Б-да жүк машинасы осы туннельден өте ала ма жауабын негіздеуіміз қажет. Оқушылар ең алдымен квадраттық функцияның негізгі формуласын жазып аламыз. Егер тең болады а көбейтілген x азайтылған m-нің квадраты қосылған n. Енді осы парабола тәріздес туннельдің төбесін тауып аламыз. Яғни оның а нүктесі де болатын болсақ, m мен n-ді табамыз. Мұндағы m бізде, мінекей мұнда суретке қараймыз, 0-ге тең, ал n 8-ге тең. Сонда бізде төбесі 0-де 8 болды. Оқушылар өздерін көріп тұрғандай, мына параболаның тармағы төмен қараған, демек бізде мұнда минус таңба болу керек. Сонда былай жасақ болады. Y тең минус, мұндағы m-нің орнына 0-ді қоямыз, сонда ax квадрат болады. Қосылған n-нің орнына 8-ді қоямыз. Енді мұндағы y пен x-ті анықтап алайық. Мұнда мінекей x 4-ке тең болған кезде y 0-ге тең, минус 4-ке тең болған кезде 0-ге тең. Демек, минус 4-те 0 және 4-те 0 деп аламыз. Енді оқушылар өздерін кез келген мына санды қойып есептесіндер болады, немесе мына санды қойып есептесіндер болады. Сонда y-дің орнына 0-ді қоямыз. Минус а, x-ның орнына минус 4-ді қояйық. Квадраттаймыз, қосамыз 8-ді. Минус 4-дің квадраты 16, көбейтеміз аға, минус 16а болады. Қосамыз 8-ді, тең болады 0-ге. Енді а тең болады. 8-ді мұнда минус 8-де қостырамыз. Бөлеміз минус 16-ға. Екі теріс санды бөлген кезде оң сан шығады, қысқарып 2-ден 1 болады. Сонда бізде а 2-ден 1-ге тең болды. Енді мына формулаға апарып қоятын болсақ, y тең болады минус 2-ден 1 x квадрат қосылған 8. Мінекей оқушылар туннель формасын беретін функцияның формуласын алдық. Енді Б тапсырмасы бойынша жүк машинасы осы туннельден өте ала ма дейді. Ол үшін оқушылар мінекей ені 4 дедік. Демек x1 бізде минус 2 тең, ал x2 2 тең. Өздерің қалаған санды алып мұнда әкеп қойсыңдар. Минус 2-ні немесе 2-ні әкеп тексеріп көреміз. Минус 2-ден 1 көбейтеміз, минус 2 деп алайық. Осыны квадраттаймыз, қосамыз 8-ді. Сонда минус 2-ні қойған кезде y мәні қаншаға тең болды, соны есептейміз. Сонда минус 0,5 болады. 1-2 бөлген кезде минус 2-ні квадраты 4-ті береді. Қосамыз 8-ді. Минус 0,5 пен 4-ті көбейтсек минус 2 болады. Қосамыз 8-ді, тең болады 6-ға. Оқушылар, бізде есептің бергені бойынша жүк машинасының биіктігі 6 метр болды. Демек, мұндағы 6 екеуі тең болды. Демек, бізде жүк машинасы өте алады екен. Сонымен оқушылар өздерін көріп отырғандай, екінші нұсқаның 3 есебін толық талдап аяқтадық. Егер түсінбеген сұрақтарың болса, комментарийға жазып сұрасаңдар болады. Сау болыңдар.